Бүгін Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскерлер әскери институтында бірінші курс курсанттары әскери ант қабылдады. Әскери ант дегеніміз ол отан алдында өз борышын адал атқарып, елімізге, жерімізге, халқымызға қызмет атқару. Осы бірінші курс курсанттарының әскери ант қабылдағандарына, өз міндеттеріне, әскери анттарына адал болуға сенімдімін. Мен бірінші курс курсанты Сейтханұлы Саят. Бүгін ант қабылдап жатырмын. Қуаныштымын, бөлек сезім. Болашақтағы мақсатым офицер болу. Осы нөмір бірінші халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетов институтында оқу арманым болды. Мен өзімнің взводымдағы курсанттарыма, курс достарыма мықты білім алып, болашақта мықты офицер болып шығуын тілектеспін.